Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте бір әдемі гүл, әйел бақыты гүлінің күтімі туралы айтатын боламыз. Бұл гүлдің отаны оңтүстік Америка болғандықтан, бұл жылуды өте жақсы көреді. Егер бөлме температурасы плюс 18 бен 25 градустан төмен болатын болса, онда ол ауыра бастайды. Бұл тікелей күннің көзін ұнатпайды, бірақ жарықты жақсы көреді. Сондықтан бұл гүлді шығыс жақтағы терезеге қойған дұрыс. Ылғалды топырақты өте жақсы көреді. Егер гүлге күнделікті су бүркіп тұрсақ, жасыл жапырақтарымен бізді қуантатын болады. Бұл нағыз шаңсорғыш гүл. Басқа гүлдер сияқты бұл гүлді де көктем мен жаз айларында сәуірден қыркүйекке дейін 2 аптада, яғни 15 күн ішінде бір рет тыңайтқышпен қоректендіріп тұруымыз керек. Ал енді ыдысына келетін болсақ, бұл гүл тығыздықты жақсы көреді. Тамыры тығыз болған сайын молынан гүлдейді. Ал егерде гүлдің тамыры мына топырақтың сыртына шығып тым тарлық етсе, онда ол гүлді біз басқа сәл-пәл үлкендеу ыдысқа ауыстыруымыз керек. Басқа ыдысқа отырғызғаннан соң 5-6 күнге дейін суармаған дұрыс. Астындағы топырақ толық кепкеннен кейін барып суару керек. Ал оған дейін күніне 2 рет жапырағына су бүркіп тұру керек. Ал енді бұл гүлдің көбінесе жапырағы сарғайып кетіп жатады. Бұл гүл солып жатады деп айтамыз. Бұл осы гүлдің неліктен жапырақтары сарғаяды, неліктен жапырақтарының ұшы қараяды, міне сол туралы біз қазір толығымен айтып кететін боламыз. Енді суаруына келетін болсақ, бұл гүл ылғалды жақсы көргенмен су топырақта тұрып қалса, жапырақтарының ұшынан бастап қарая бастайды. Ол кезде біз суды мөлшерінен көп құйғанымызды білеміз, және де бұған су құйғанда бөлме температурасындағы су болу керек. Кей кезде суды біз краннан алып құя саламыз, ол дұрыс емес. Крандағы суды біз жаңағы кішкене тындырып, 1-2 күн қойып, содан кейін барып бөлме температурасында, онда да бұл әйел бақыты гүлі өте жылы суды жақсы көреді, жылылықты жақсы көреді. Сондықтан да бұл гүлге суды жылытып құюымыз керек. Мен видеоның соңында сіздерге бір кішкентай ғана осы суға байланысты лайфхак көрсеткім келіп отыр. Енді бұл тынбаған суды құюға болмайды, ол тамырын шіртіп жібереді бір жағынан. Сосын біз суды бұған аз құйсақ та, жапырақтары тым кішкентай әрі солыңқырап тұрады. Сондықтан да бұл гүлге егерде біз ұзақ уақыт су құймай кетсек, бұл өзінің жапырақтарын салбыратып тұрады төмен қарай. Ал егерде су құйғаннан кейін қайттан өзінің жапырақтарын жоғары қарай көтеріп, әдемі болып өсіп тұрады. Енді бұл гүлдің зиянкестеріне келетін болсақ, бұл гүлді көбінесе өрмектор кенелері жақсы көреді. Бұл гүлді көбінесе сол аурумен ауырады. Бұны паутиная клещ дейді орысша. Бұл ауруын қайдан білуге болады десеңіздер, бұл жапырағын сарғайтып, және де жапырақтары бұралып тұрса, онда олардың ауруға шалдыққанын біз білетін боламыз. Сондықтан да оларды арнайы фунгицидтермен өңдеу қажет. Ал енді жапырақтарының сарғаюына келетін болсақ, егер ауа тым құрғақ болса, бөлмедегі ол кезде жапырақтары ұшынан бастап қурап сарғая бастайды. Сондықтан да гүлдерді қыстың күні батареядан алыстау алып, қасына ыдысқа су құйып қою керек. Ал жаз айларында гүлге азот қажет. Ал гүлдеген уақытта калий мен фосформен тыңайтып тұруымыз керек. Сол кезде бұл әйел бақыты гүлі жақсы ұзақ уақытқа дейін гүлдеп тұратын болады. Біз әйел бақыты гүлі туралы осындай қарапайым ережелерді білсек болды. Біздің гүліміз бізді өзінің әдемі гүлдерімен, әдемі жап-жасыл жапырақтарымен бізді осылай қуантып тұрады. Міне мен сіздерге осы әйел бақыты гүлінің күтімі туралы айттым.
Егерде менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар болады. Міне мен сіздерге мынандай кішкентай лайфхак көрсеткім келіп отыр. Мынандай баклажкілерге құйып қойған тынған суларыңызды осындай бір күн бұрын қыстың күні, я қазір күзде де үйдің іші салқын болады. Не дегенмен бөлме температурасында тұрғанмен олар салқындау болады. Сондықтан да күн бұрын осылай батарейкаға қойып, суларыңызды жылытып алып, осылай жылыған суларыңызды гүлдеріңізге құйсаңыздар болады. Өздерінің жаңағы топырақтары терезенің алдында салқын болып тұрған гүлдерге тағы да салқын су құйсаңыздар, олар стресс алып ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан да осындай жылыған суды осындай гүлдеріңізге құйсаңыздар болады. Менің видеом пайдалы болды деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар.